Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз КТП-ні білім классқа добавить ететін боламыз, импортировать ететін боламыз. Ол үшін для учителя деген кнопканы басып и тематический планированияны басамыз. Осы жерден қай классқа жүктейін деп жатсыз, соларды белгілеңіз. Мысалы, мен годовойды сразу жүктегелі отырмын. Добавить ТП батырмасын басып, далее батырмасын басамыз. Ашылған терезеден жылды, қай уақытқа периодты таңдаймыз, параллель қай класстарға және пәнді таңдаймыз. Қай тілде, қазақ тілінде и сағат саны қанша. Сохранить батырмасын басқаннан кейін сіздерде осындай терезе ашылады. Импортировать ТП батырмасын басып, алдын ала мынадай КТП дайындап қоясыздар. Ешқандай төбесінде мынадай пустой графалар болмау керек. Яғни название темы, анау-мынау деген сөздер болса, удалить етіп тастаңыздар. Прям бірінші тақырыптан басталу керек. Одан кейін ортасында екінші 90, үшінші 90 дегендер бар ғой, солардың барлығын удалить етіп, тек қана тақырып тұратындай және сағат саны тұратындай қылып, мына документті сақтап алыңыздар. Одан кейін мына жердегі импортировать деген батырманы басып, осы жерге осы документті жүктейміз. Жүктелгеннен кейін далее батырмасын басамыз және мына жерге столбец темы дегенге қай мына төбесіндегі буква бар ғой, Б, соны жазасыз. Ағылшынша Б жазыңыз. А мына жерде с количеством уроков деген жерге сізде қай қатарда тұр, қай бағанда тұр, Д-да тұр бізде. Д-ны жазамыз тогда. Далее батырмасын басқан кезде, мына жерге сізге барлық сабақтардың тақырыбы шығады. 34 тақырып. Импортировать деп батырманы басамыз. Міне бізде дайын болды. Енді сіз мына жерде сізде 31 сабақ болып қалды. Мысалы да. Енді мына жерде редактировать батырмасын басып, осы жерде ашылған терезеден добавить тему дейсіз да, мына жерге мысалы 20-шы, 29-шы, 30-шы тема қалып қалды. 30-шы теманы жазасыз. Сосын мына жерге сағат санын көрсетесіз. Енді осыны жанындағы мына алтын нүктені басу арқылы мышканың сол жақ батырмасын басып, сол 29-дан кейінгі 30-шы тақырып қылып қоюға болады. Егер бұл керек емес болса, X батырмасын басып, өшіре саласыз. Ары қарай төбесінен сохранить батырмасын басып сақтайсыз.